Сәлем достар, осы приложениені қалай жасауды сіздерге мен үйрететін боламын бүгін. Ең бірінші мінекей Google Play'ден Leadboard деген программаны скачать етіп аламыз. Мінекей, менде уже ашық, скачать етілген. Открыть деп басамыз. Сол кезде мінекей менікі шығып тұр. Welcome to Leadboard деп тұр. Мінекей, Welcome to Leadboard. Мынаның орнына былай запистің орнына үстіңгі жағында запись тұр. Соны бассаңыз, текстің үстін кетірсеңіз, бетіп любой сөз жаза бересіздер. Мысалға, сәлем достар. Достар деп жазып, предосмотр көрсеңіз болады. Предосмотр деген үстін басасыз. Сол кезде былай шығып тұрады. Экранға, толық экранға шығып тұрады. Көрдіңіздер ғой, иә? Ал енді бұның светінде өзгертуге болады. Мінекей басқа түрлерге және әріптерге ауыстыруға болады. Мысалға, мынандай әріп қойсаңыз да болады. Басқа астындағы қоңыр, неше түрлері бар. Сары деген сияқты. Көк, қызыл, жасыл, қара, жасылын қойып, басқа әріптерге размерінде таңдасаңыз болады. Астында тұрған размерін таңдасаңыз болады. Штрих таңдасаңыз болады. Мынандаймен жазсаңыз болады. Енді көріңіз, предосмотр дейсіз да. Басқаша шықты. Басқа фонға қойып көрейік. Ақ фонға қойып көрейік. Реклама кіріп кетті ортасына. Ақ фон. Мысалға, или мынандай фонға қойсаңыз да болады. Жасыл фонға қойсаңыз да болады. Сохранить етіп алсаңыздар да болады. Сохранить етсеңіз, сохранить жазылып қалады. Предосмотр етсеңіз көресіздер. Сохранить етсеңіздер, басасыздар, болды. Сохранить етіледі. Сіздерге осымен бөлінген назым. Келесі кездескенше мен пайдалы ақпаратпен сіздермен бөлісетін боламын.